Абзал және Сараны шақырамыз, келіңіздер. Керемет, Қалайсыздар деген сұрақ. Арақатынастарыңыз қалай болып жатыр? Әлеуметтік желідегі соғыс немен аяқталды деген дүние бізді қызықтырады. Басын айтып берейін ба? Сөйтіңізші. Басында не болады ғой? Осы жерде мен машинама кеттім ғой. Кеттіңіз? Шымкентке. Барамда істеймін, қайтадан келем деп ойлағам ғой. Сонымен оқиғалар осылай жалғасып кетті. Сараға звондасам, ау, сондай болып отыр дейді ғой. Сонымен мен айттым да, қайт болды Қызылордаға, не істейсің Алматыда, апасың. Сонымен менде де бірақ киіммен кеткем, менің де киімімді үйде қыздарға звондап қоям, дайындап қояды. Алып келе сал дедім Шымкентке, тастап кете сал дедім по пути. Сонымен звондадым. Сол күні свет вообще жоқ болып кетті ғой, мүлде. Уайымдайды екенсің бірақ. Жолда түнімен келіп жатыр, мен сағат таңғы 6-та тұрып алғам ұйқыдан. Свет жоқ, звондай алмаймын, қайда келеді Шымкентті білмейді. Сонымен бір 2 сағаттай көшеде жүріп, бір уақытта таптық әйтеуір біріміз. Сөйтіп аман есен ары қарай Қызылордасына шығарып салдым. Сонымен жүріп келе, мысалға бізде отношениеде ұрыс көп, ұрса береді бұлар дейді ғой бәрі. Негізі әрбір ұрыстың арқасы бізге бір көп сабақтар, көп түсініктер алып келіп жатыр да, былай айтқанда. Бірін-бірімізге тануымыз, білуіміз жақсы. Қаншалықты андай ұрыстардан кейін бірін-бірімізге керек екеніміз түсініп отырық та, жалпы. Мен, сол Инстаграмда солай істегеннен кейін мен бір 3 күндей бір жерге бардым, жаттым. Ешкіммен хабарласпадым да, тек тамақтанам, телевизор көрем, жатам. Ойландым, жалпы. Негізі болып жатқан оқиғалардың бәрі, өмірімдегі нәрсенің бәрі не үшін керек маған? Сарасыз да, Сара да жоқ, ешкім жоқ қасымда. Тек жалғыз болдым өзім. Ойлана келіп, шешкенім жалпы болмайды екен. Не болмайды? Сарасыз болмайды екен уже. Не деген мойындау. Менде сол, сендеші? Сізде бола ма екен, Абзалсыз болмай ма екен? Солай жоғалып кетті ғой Абзал. Енді баста бірінші күнде мен Абзалды түртпедім, демалсын, ойлансын деп. Мен де білдім, негізі өзі часто айтып тұрады, негізі бізге былай көру керек, екі жаққа кетіп, бірімізге хабарласпай, бірнеше күн бірімізді көрмей. Сол кезде түсінеміз, сен маған керексің ба, мен саған керекпін ба. Мен негізі соны түсіндім, солай жасап жатқанын, және де бірінші күнде үндеген жоқпын. Енді екінші күнде ойбай құрсын мынау қайда деп, сонымен жан жаққа связға шықтым. Өзім бір сестрасымен жақсы араласам Абзалдың. Сол кісіге шықтым, достарына шықтым. Сөйтіп әйтеуір, бірақ Абзалға связға шығу оңай болған жоқ. Қара тер, ақ терге түсіп, анаған сондай, мынаған сондай. Әйтеуір сөйтіп связға шықтық. Потом Абзал үй жаққа кеп, мені балкон суретін түсіріп, шық, мен кеп тұрмын деді. Сонымен шығып, сол жерде біраз сөйлестік. Енді былай ғой, бұл жерде бір жақсы отбасы, жаңа алдағы бір соғыстарда жаңа ажырап кететін емес, қандай соғыс, қандай ұрыс болса да, ар жағы татуласатын сол жақсы отбасы дейді. Соны біз ұқтық. Және де қазір сол бір қыздардың кесірінен ұрысып қала беретін едік қой. Қазір мен қыздар маған жіберсе, мен олардандай күліп не істейтін болдым да. Сара маған Абзал жаз дейді. Мен уже былай жазатын болдым. Маған не дейсің, менен не керек, соны айтшы деймін. Жарайды, Абзал жазыпты, менен не керек. Екеуміз сол жазғандарға уже прикол ұстайтын болды ана қыздарға. До того сондайға жеттік қой. Уже қызық емес та аналардың жазғандары. Мен олардың уже мен зерттей келе, ол қыздардың парақшаларына кіріп көрсем, кішкентай қыздар, болмайтын әңгіме, бір ойша бір нәрсе құрастырып алу, мынандай болып жатыр, маған жазады, Абзалға маған жазады, осылай болып жатыр, осылай. Мен айттым, қыздар, қойыңдаршы дедім, уже все қызық емес сендер дедім. Сендердің уже сроктарың кетті дедім, болды. Жақсы айтыпты. Негізі бүгін бір сондай сирек жағдай шығар.
сол дүниелерді талқыға салмай, барлығы жақсы, біз барлығын түсіндік деп ашығын мойындап отыр, осы күнге де жеттік. Өйткені көрермендер де сіздерді қатты сағынды, оларда не болып жатыр, барлығы жақсы ма, қандай жаңалықтары бар деп. Сол жаңалық демекші? Бір жаңалық болғанда негізі үйде мама мен, сестраларым мен енді той анандай беташар дегенге әйел кісілер жақын ғой, енді ұйымдастырып сондайға сөйлестік. Бәріміз шешкендей болдық негізі. Бұйыртса осы келесі айдың орталарына қарай анам келіп дәл осы жерге Сараға сырға салып кетем ба деп жатыр негізі. Қымбатты көрермен, сүйінші, енді мен ішіме сыймай бара жатып, бірақ Абзалдың өзі айтсыншы дедім. Ақпан айының 11-ші жұлдызында бұйырса Қосылайықтың студиясында біздің Сара сырғалым атанады. Және сырға салу рәсіміне дейін екі жақты таныстырып, енді таныс қой онсызда, бірақ бәрібір осы жерде бір ырымын жасап, бір-бірінің алдынан өтсін ол кісілер, кейіннен сырға салу рәсімін ұйымдастырсақ. Жоқ, таныс қой болғанда таныс емес бұлай өмірде. Таныс емес? Өмірде таныспаған әлі. Онда студияда эксклюзив жасап, екі жақты бір-бірімен таныстырсақ. Сол кеше шыққаннан кейін енді үйдегілермен сөйлесем ғой телефонда. Мамамен сөйлесіп жатсам, айтады, сол негізі өзімнің үлкен ағам, үлкен болғанда екеуміз ғой ағам. Соның келіншегі осы бір аптаның ішінде босанайын деп отыр да. Мен негізі осы келесі апта деп ұйымдастырып өзім іштей ойлап жүрген ғой. Сөйткенде мамам айтты, енді мен немересін сәл шомылдырып, не істейді ғой. Қағыласпай қояйық деп, қолым сол 11-не осайды деді мамам. Сөйтіп Сараға звондасақ, мамасына звондаса, бұған мамасы ұрсып отыр, сен не жетім қызсың ба, бізбен ақылдаспайсың ба деп. Сұрауым жоқ па деп. Соны әлі сұрамаппын, бірақ өзінен не деді? Сіздің анаңыз не деп жатыр енді? Ол кісі де біраз күткен шығар бұл күнді. Абзалды танығалы 2 жыл болып бара жатыр. Сол кеше мен де датасын қойғаннан кейін мамаға хабарластым. Мама осындай 11 күні студияда тікелей эфирде маған сырға салады деп. Мама, ойбай құрсын, сен жетім қызсың ба? Бірінші адам деген сен әке шешеңе хабарласып, мен алдымнан өтпей ма, осындай деп ақылдаспай ма? Негізі маған бірінші бір қоңырау шалып сөйлесуіміз керек негізі. Маған солай түсінді, қызым негізі солай дұрыс, солай болмайды деп жатыр да. Қанша жерде тікелей эфирде халықтың алдында отқанымен, по-любому мен шешем деп жатыр да. Қай күні болады, не болады. Потому что мамада да бір жағдай болып тұр да, соған байланысты кішкене шегіндіру керек болып тұр бізге де. Өйткені мамам қазір жүріп тұру қиын болып, ем алып жатыр. Осы Алматы қаласында. Сол бүгін бұйыртса эфирден шыққаннан кейін Абзал екеуміз барамыз мамаға. Негізі күнде көрісіп тұрық қой, просто осы кеше болды, көріспей қалдым мамамен. Сол мамамен барып тағы да көзбе-көз Абзал екеуміз тағы бір сөйлесеміз. Сіз енді түсініп жатқан сияқтысыз, Сара, ұзатылып кететіндігіңізді, өйткені көзіне жас алып қалып жатыр айтып жатқан сайын. Жоғанда кеше айттым ғой, негізі қыз баласы сондай шақтарды сезінгенде кішкене бір қорқыныш па, бір уже все, онандай өмір жоқ, Сара. Енді қалай айтсам екен? Өмір жоқ? Енді бір серьезный шақтар ғой енді. Оған ұрсып қап кете алмайсың, қанша ұрыссаң да, қанша не болсын, по-любому бір отбасын сақтап тұру керек. Ол қызбен жігіттік арақатынас емес деген сияқты. Сондай түнімен ойланып шыққам ғой, соны кеше машинаға жатқанда, Сара, шынымен тұрмысқа шығып баратсың ба деп өз-өзіме іштей сұрақ қойып тұрмын, бірақ ол нәрсені Абзалға айтпаған едім. Ондай ойды біз де ойлап жүрмін. Шынымен үйленейін деп жатырық па не деп. Шынымен. Ондай ой болады екен бәрінде. Енді бірінші көрейік, үйленіп, содан кейін енді ешқандай арамыздан аламышықтар өтіп кетпей, бір аман есен үйленіп кетсек. Дана ханым, мен өте қуанып тұрмын, прям күшті тойский атмосфера болып кетті ғой. Бірден. Сара, Абзал, сендерді құттықтаймын. Мен негізі Сараны Абзалсыз, Абзалды Сарасыз мүлде елестете алмаймын. Өте қуаныштымын. Жаңа ақпан деп айтып жатқанға мен шатастырып апрель екен деп ойлап отырмын ғой. Март, апрель, ол кезге дейін ұрсып қалып жүрмесін деп уже ойланып отырсам, оказывается, февральда екен ғой. Өте қуанышты.
Өте қуаныштымын, действительно бастамасын бастап берсін, ары қарай біздің отырған барлығымыз өзімізде кетейік, енді құрсын мына жерде 2 сезон отырмыз. Сендер бастап жолдарды ашып беріңдер. Рахмет, молодцы, құттықтаймын сендерді. Керемет. Нұрсұлтан? Енді біз Абзал мен Сараны постоянно ортаға шыққан сайын қинаймыз ғой, осы 5-6 эфир бойы қашан деп қинап ақыры жеттік осы күнге. Енді жалпы процесс бар әйтеуір. Абзал, Сара, сендерге сәттілік тілеймін. Енді сырға салуға дейін де, одан кейін де тойға дейін ешқандай бір мәселе болмай, шынымен де қосылып той жасасаңыздар, біз өте қуаныштымыз. Бұйырса. Иә. Рахмет. Дианахан, негізі бізде осында қаншама жұп болды ғой, басталғалы бері. Бірақ сол жұптарымыздың барлығы өкінішке орай айырылысып кетті да, бірақ соңында Абзал мен Сара қалды. Иә. Өте қуаныштымын. Сол жақсы бір жұптардың жолын бастаңдар. Кеше негізі біз Абзал бәріміз тойға ақылдасып қойдық, Дианахан, тіпті. Сіз басқарасыз ба? Біз басқаратын болдық. Ержігіт екенбіз, Құдай қалса тізігін ұстайтын болдық. Бұйырса, Алла сол күнге жеткізсін. Иә. Хамо әнші болатын болды. Әнші? Иә. Хамо әнші. Сол кеш ақылдастық, негізі өте қуаныштымын, қатты қуандым. Сөзін шыны керек, иә. Осындай бауырымыздың қуанышында шаппағанда, айтыпты ғой, Абылайдың астына шаппаған атаң басына шабасың депті ғой, иә. Осындай Абзалдың тойында шаппағанда қайда шабамыз? Сол Бексұлтан, Ержігіт, Хамо, рахмет, кеше біраз бір жарты сағаттай ма сөйлесіп тұрдық, жалпы ұйымдастырып ары бері. Сол бұларда қолдан келгенше көмегіміз сол болсын. Саған өзіміз осы жерде отырып жақын болып кеттік қой енді. Сенен бір қатты бір нәрсе талап етпейміз, өзің көр енді деп отыр бұларда бұл жігіттері. Сондай тема. Рахмет жігіттерге жалпы. Беташар. Беташар, енді біз... Әлде біз өзіміз дейік. Былай ғой. Бексұлтан, сіз бетін ашасыз ба? Бексұлтан мырза, болды, біздің жарамыз жеңілдеді. Жоқ, Беташар мен тойды бір күнде ұйымдастырып жіберсек па деп жатық қой біз. Студияда. Студияда ма? Мен ар жақта. Ол жақта бір беташар. Сарағашқа кетіп қалған ғой. Ол жақта бір беташар. Сіз Сарағашта, Бексұлтанның айтуы бойынша біз өзіміз Сарағашта бетін ашайық, ал студияда басқа асабалар ашсын дейді. Көреміз, әлі ақылдасамыз, уақыт бар ғой. Бірақ ойланып отырмын да мен студияда бет ашама не. Негізі біраз беташар болған. Иә, болған білем, атымыз аталмай қалған. Надин есімде оның бәрі. Ренжігені бар, келмей қалғаны бар студияға сол беташарлардан кейін. Жоқ, негізі той форматта өтпей ма деп отқаным ғой, негізі. Сөйлесеміз оны әлі. Ақылдасайық, бірақ енді білмеймін, қалың көрерменге көпшілік алдында ол беташардың да болғаны жақсы сияқты. Негізі оның пайдасы бізге емес, тікелей өзіңізге ғой. Сол жағында ойласаңызшы. Мына жақта сағаттар кетеді деген әңгіме ғой. Сұлтан дайындап қойды не сағатын. Болды. Әлде ол дүниелердің барлығынан бас тартуға дайын десеңіз өз еркіңіз әрине. Бірақ ол жақтағы, ой, соманы мен сізге айта алмаймын жиналатын. Жоқ, мен тағы да біраз адамға бір бөле іліп тастау керек болып тұр ғой, примерно. Оның үстіне осы маусымдағы алғашқы беташар болғаннан кейін ставкасы деген керемет болады. Ренжітпейміз, ұялтпаймыз бұйырса. Соғып қояды. Осы тұрғыда айта кете салайын, Диана ханым, енді қалай деп айтсам, барлығымыз бір қазақпыз ғой, Абзалмен бастапқы кездерде бір мәселелер болып қалды дегенде, арамызда екекше бір жігітше әңгімелер болып қалды дегенде. Бірақ күні кеше сыртта тұр екен, қастарына жақындап едім, Хамо, Бексұлтан үшеуі тұр екен. Сонымен енді осындай қуаныштың төңірегін шет жағалап қана айтып қалды. Абзал, дән риза болдым кәдімгідей, өйткені нық сеніммен айтты. Алла қаласа, мен уже нық сенімді шешімді қабылдадым. Ереке осылайды бұйырса, Алла қаласа енді ауылы алыс емес сияқты деді тойдың. Соған қатты қуандым. Қарап тұрсақ көз тойырлықтай, расымен де қаншама қиын сәттер болды, қаншама келіспеушіліктер болды араларында. Сол нәрселердің барлығы артта қалды. Сол артта қарау болып қалып кетсін, алдағы болашақ күндерің жарқын болсын деп тілеймін. Енді кеше тойдың мәселесін абжылдат еттік. Бексұлтан мен айтып қойды ғой, өзім басқаратын болдым деп. Бұған енді 10 000 теңге беретін болды. Соған шүкіршілік етем деді Бексұлтан. 10 000 теңге? 10 000 берем деді, десеге қалжыңдап атыр. Енді қалай деп айтам, енді жалпы осындай нық қадамдарың берік болсын, бізге де жұғысты болсын, барлығына жұғысты болсын. Қатты қуанып отырмын негізі сендер үшінші. Енді тойдың төңірегінде сондай бір қуанышта жолығайық. Бұйырса енді бәрі-бір осы жерде бір қазанда қайнап жүргеннен кейін бір-бірімізге оны ақысыз да жасасақ жарасады деп ойлаймын. Жоқ, қалжыңдап айттым Диана ханым. Сұрау жоқ, бұл жақсылықтардың керісінше қайтарымы көп болады алдағы уақытта. Сіздің той болады, сол кезде де енді Сарағаштан, Абзал, Сара, отбасы келіп, сол жерде сіздің шашбауларыңызды көтереді. Бұйырса, Диана.
бұл жаңалықты естіп бәріміз қуанып отырмыз ғой. Біздің мына жердегілер уже біз тойды баса кеткенбіз, билеп жатыр ғой. Және де бағана жаңа Сара айта кетті ғой, типа бұндай өмір жоқ деген. Мұнда бәрі күліп жатыр да, енді шынымен де тұрмысқа біз бұл жерде қыздардың бәрі ойлайды деп ойлаймын. Енді бұрынғыдай өмір жоқ деген ол мындай ғой. Ата-анамызға еркелейміз, кәдімгідей өзімізге бостандық, сондай бір еркін өмір, кәдімгідей қалғанымызды істеп сондай да. И ертең тұрмысқа шыққаннан кейін енді өзіңе шектеу қоясың, енді сен жас қыз емессің, сен уже бір үйге келінсің, сондай уже ой тұжырымдайсың да. Соң барлық нәрселерден өзіңе шектеу қоя бастайсың да. Ол да жақсы негізі. Одан соң бағана бір Абзалға сұрақ қоя кетейін деп едім. Енді сіздер бір рет емес, екі рет ұрыс қалып жатушы едіңіздер ғой енді. Келісе алмайшы, сол кезде сіз айтасыз, бір аптаға демаламын дейсіз, бір күнге сол ойланамын дейсіз, сонда не ойланасыз? Жоқ, қызық, бұл негатив ретінде қабылдамаңыздар. Қызықтан не ойланасыз? Әркез демаласыз деп. Не ойланғанда, туылғаннан бастап осы күнге дейін не өмір сүрдім, соның бәрін ойладым, шыны керек. Айтады ғой негізі Диана ханым, бұл өмір жақсы болғанда дейді да, адам туылғанда жыламайтын еді дейді. Өлгенде жуылмайтын еді дейді. Сол сияқты бұл өмірдің қаншама өзінің ішіндегі қаншама проблемалар бар да, оның бәрін ой елекке салып, бір тұжырымға келгеніме мен өзім қуандым, өзімді мен ойлаған ем, осы оймен мен дальше тұңғиыққа батып кетіп қалам ба деп ойлаған ем. Сөйтсем, жоқ, мен оны жеңіп шықтым, өзім таңғалдым. Мен сонымен дальше ары қарай шешімімді нақтылай түстім. Сол ойдың арқасында қазір екеумізге де дұрыс болып тұр. Өзімді жоғалтып алмай, керісінше таптым дейсіз ғой, иә? Тамаша. Диана ханым, мен айта кетейінші енді. Иә. Ақыр кеше басталған әңгіме ғой. Негізі былай да, Диана ханым, осы уақытқа енді Абзалдың жаңағыдай үйленіп кетеді деп ойламағанбыз ғой, енді араласып неғып жүргеннен кейін. Кеше сол әңгіме барысында бүйтіп әңгімесіне қарап тұрсам, уже тоны жаңағыдай әңгімесі барлығы серьезно болып тұр да, жаңағыдай уже мен үйленем болып кәдімгідей жаңағыдай ойланған кезде уже түсінгеніңе мен кәдімгі қуанып отырмын, шыны керек. Жаңа тойдың мәселелерін бұяқта сөйлестік, сосын мен не істеймін, мен де бірдеңе істейін дедім, сосын өлең айтайық дедім. Сосын мен қазақша, өзбекше, орысша, түркше айтамын десем, жоқ, орысшаны жаңағыдай Ақтөре айтады деді. Соның барлығына келісіп қойғанбыз, енді бұйыртса сол тойда аман есен сол тойға жетейік. Енді араларын іріткі салатындарын барлығы түсінген шығар, что бұл қос ғашықты никак ешқалай қандай сөздермен болсын айыра алмайтын. Сондықтан әрқашанда өйстіп ұйыған айрандай болып отырсаңдар, барлығы керемет болады. Енді Ақтөре демекші, тұмарымыз сәл ақсаңдап қалды енді. Бұйырса ол уақытқа дейін шауып кетеді деген сенімдеміз. Енді мынандай сөзде бар ғой, Диана ханым, жақсы айғыр аяқтан қалады деген дей ма? Сондай бірдеңесі бар. Жақсы ат. Жақсы ат аяқтан қалады. Достым, ничего, бәрі жақсы болады. Индира ханым. Рахмет, Диана ханым. Енді екі әдемі жұпты көріп отырмыз. Құдай қаласа тойды да көреміз, Алла бұйырса. Мен айтқым келетіні, қуанам Сараның сондай кейде айтып қалатын сөздер бар да, бірақ мінезі өте керемет жан. Өйткені бір-екі рет байқаған кезде бір замечаниялар айтып едім, біздің күйеу бала олай сөйлемей деп едім, жарайды деп өзіне іліп алды да. Бізде негізі мынандай, білмеймін енді, біз жақта Қызылорда облысы, біз күйеу бала деген дүниені біз қызымыздан да артық жақсы көреміз. Қарсы алған кезде де дәл солындай. Сол үшін бізде күйеу бала дегенді кішкене жоғары бағалайтын болғаннан кейін Сараға сондай қателіктер айтып жатсам қағып алып жатыр да, соған ризамын. Ол ненің белгісі, ол махаббаттың белгісі, ол сезімнің бар белгісі. Сол үшін махаббаттарыңыз баянды болсын, өмірлеріңіз пәк болсын. Сосын бағана айтып жатқаным, кімнің, Абзалдың өмірде жеті үлкен мақсаты бар да, өмірде жеті үлкен мақсаты бар. Соның армандары, күшті армандар бар. Мен өзінен байқап қалдым, баған цифрлар сұрап қалдым өзінен жарнама уақытысында. Сол цифрлар арқылы өзінің армандарын байқап қалғаннан кейін өзіне айтып жатырмын қазір. Сара, сіз болашақта Абзалға тек қолдау ғана көрсетіңізші, сол жеті арманға жетуге болды. Жеті арман енді жетеуі де орындалсын. Ол не армандар өзі? Сіз білмейсіз бе? Білем, жеттен көп қой мен арман. Білмеймін, жеті дегенге. Сол жаңа бір қалжыңдап кім? Назым сұрап отыр етсенен, Индирадан сұрап отқан ғой сандар туралы. Мен де бардым да 27 дей саған ғой. Соларды ойлап кейін айтамын деді. Рахмет. Енді Сараның мінезі деп жатырмыз ғой. Бұл уақытқа дейін Сара барлығын дәлелдеді деп ойлаймын. Өзінің мінезі қандай төзімді, қандай шыдамды екендігін, және болашақта енді отбасының айрандай ұюы барлығы әйел затына байланысты деп айтуды ерлер, жалпы қоғам қатты жақсы көреді ғой. Және бұл жерде Сара енді нағыз бір алтын, алмаз, бриллиант сияқты
бұйырса. Иә, шыны керек. Қолыңызға түсірдіңіз сондай бағалтасты. Диана ханым, мен мойындау керек қой жігітше, мен басқа қыздар болғанда да оны кетіп қалатын едім. Осылай осы арадағы қатынасты көбінесе сақтап қалатын Сара, шыны керек. Негізі иә. Мен айналып кетіп қалған жағдайда айналып келемін, бәрібір келемін. Өйткені сондай жанға жайлы адам да. Мені көрген күннен бұның бас бостандығы айырылып кеткен ғой, негізі жаңа айтып жатыр ғой. Бас айырылды, мәңгілікке. Жаңа айтып жатыр ғой, қыздарда сондай сезім болады уже. Өзің еңнен айырыласың деп жатыр. Босан. Соны айтып жатқан ғой, мен көргеннен айырылып кеткен ғой одан. Енді өзіңізге ғашық қылдыра білген сіздің де бұл жерде жұмысыңыз көп. Сара, ессіз ғашық сізге, сіз де оған ессіз ғашықсыз. Сондай ғашықтық сезімі, шынайы махаббат барлығына жұғысты болсын. Бұйырса. Асеке? Сіз қанша қой берейін деп жатырсыз? Қой. Беташарға қой менен. Бұйыртса, сол күнге жетек, үнемі шырылдаймын ғой, екеуін үйленіңдер деп. Қуаныштым екеуіне, таңертең мен машинада отырсам, екеуі машинасынан түсіп, екеуі келатыр да, бір сүйсінем екеуіне ше бүйтпандай. Как будто үйленіп қойған, екеуі ана балдарын сайтқа әкеп тастайды, сол сияқты екеуі бүйтіп келе жатыр да. Екеуіңе бақыт тілеймін, бір жастықта қартайыңдар, тойларында қызмет етіп жүре берейік. Рахмет. Негізі біздің бағдарлама айтыла қалса, осы жерде солар шынымен үйлене ма деген сияқты сұрақ қойылады ғой. Болмаса бір өзіміздің Қослайық парақшасында комментарийлеріне кіріп қалсақ, бұлар үйленбейді деген сияқты бір кереғар пікірлерді көріп қалып жатамыз да, осындай әдемі жұптар сондай пікірлерге су сепкендей басатынына мен өте дән риза болып отырмын. Жарайсыңдар. Енді ондай пікірлер расымен де аз емес. Барлығына сөзбен барлығын дәлелдеудің орнына осындай тоймен дәлелдеген әлдеқайда жақсы. Барлығы көреді, ел алдында болып жатыр. Сара мен Абзалды біз сырттан тауып алып келіп, дайын жұп ретінде алған жоқпыз. Барлығы осы жерде басталды. Бұйырса осы жерде жалғасады және нүктесі де дәл осы студияда қойылады. Алдағы уақытта иншаллах деп қояйық. Осы орайда бір мысал есіме түсіп кетті да. Бір адам бүркіттің жұмыртқасын тауып алыпты да, тауықтардың жұмыртқасына қосып қойған екен да, не шығады деп. Сөйтіп тауықтардың арасынан сол бүркіт өсіп шыққан ғой. Сөйтіп тауықтармен жүріп, бір күні бүркіт аспанда ұшып бара жатқан көріп қалған барлығы. Сөйтіп бүркіт сұрайды екен тауықтардан. Мен сендерге ұқсамаймын, неге мен ана құс сияқты ұша алмаймын деп. Сөйтіп тауықтар оның барлығы жабылады екен, сен ол сияқты ұша алмайсың деп. Сол сияқты барлықтары тауықтар негатив деп есептеңдер да. Мысалы, бәрі сендер қосылмайсыңдар деп сендерге айта береді, бірақ сендердің махаббаттарың тарихта болмаған бүркіт сияқты да, сендердің махаббаттарың. Сендерге тілейтінім сол бүркіт сияқты барлығы қызғатындай, ешкімнің аспанда қалықтайтындай, ешкімнің сөзі де, көзі де, қолы да тимейтіндей мәңгілік махаббат болсын деп тілеймін сендерге. Бүркіт деп жатыр, енді бүркіт деген өте киелі керемет құс қой. Мен айтып жіберейінші, не айтасың айт? Сөйлетпей жатыр ғой. Енді жаңа біз сол өзіміздің жаналымыз айтқанда, қатысушылардың эмоциясына қарасам, ең бірінші қуанған Зухраға рахметімді айтқым келеді, всегда поддержка, және баршаңызға рахметімді айтамын, жақсы тілек тілеп жатырсыздар. Енді бұл жерде баршаңыз айтып жатырсыздар ғой, Сараның арқасы, негізі Сара ұстап қалады деп Абзал өзі де мойындап жатыр. Негізі енді мақтағаным емес, оны өзім де мойындағым келеді. Біріншіден бұл жерде көп септігін тигізген ол мен анам. Екеуміз постоянно ұрысып қалғанда, мен жекеме шығып, қызым көп ашуланба, ұрыспаңдар, Абзалмен сөйлес, түсіндіріңдер деп, андай, наоборот, кері тартпай, наоборот, қосуға талпынады. Мен өзім мамама сол жеріне ризамын. Және негізі рас қой, көп жерде мен өзім үндемей қаламын, көп жерде уступать етсем, барлығына көз жұмам. Соның арқасында міне үлкен өмірге қадам басып жатырмыз. Абзал негізі басқа дүниені күткен сияқты болды Сарадан, мені мақтай ма дегендей. Жоқ, ондай миыма ондай нәрсе келген жоқ, просто шын рас керек қой, мамасы өте керемет адам. Өзімде уже біраз болды ғой, араласып кеттік қой. Өте жақсы адам, мамасына мен де алғысымды айтайын деген, осындай қыз тәрбиелеп өсіргеніне. Енді бұйырса ол алғысты бүгін өзіне де айта аласыз ғой, эфирден кейін естуім бойынша өздеріңіз барып қайтайын деп жатырсыздар, қал жағдайын сұрауға, ақылдасуға. Бірақ
былай телефонда сөйлесе береміз да, алдына барғанда ол кісі де көп нәрсе айтпайды, мен де көп нәрсе айтпаймын. Үндемей қаласыз ба? Жоқ, сол ғой, мама айтады, қызым осы Сара деппін ғой, Абзал менен кішкене қорқама, қалай дейді да. Неге десем, мен қарап қалсам көзін алып кете береді дейді да, ештеңке айта алмайды. Үшеуміз машинада кетсек, Абзал айтады, сен мамамен машинада отқан кезде ұйықтап кете берем рульде отырып, потому что полный тишина болады да, бізде ешкім сөйлемейді, бәріміз робот қыса отырамыз. Сол мама айтам, енді мама саған ол күйеу бала болып келгенсің, кішкене ыңғайсызданады, бір сонда аяқ тартады ғой по-любому деп айтам мамаға. Диана ханым, айта кетсем болады ма? Абзал, Сара, мен сіздерді шын жүректен құттықтаймын. Негізінен бір ғой, осы бағандан бері енді Абзалды кім мақтайды деп отырмыз ғой, мен мақтайын, өйткені бағандан бері тыңдап отырмын. Айтып отқан жаңағы сөздері, сондай бір сезімдері, және де айтты ғой, мен демалдым, действительно. Жаңағы өмірге деген көзқарасы, және де сондай бір түйіндемелердің барлығы өте дұрыс та, және де осы бүкіл ситуациялардан Абзал мен Сараны көрген кезде, действительно Абзалдың тарапынан Сараға қарай деген сондай бір жылылық, қайта тура құшақтағысы келіп, қасында болғысы келіп тұрды. Және де білмеймін енді, сіздер қазір орға күшті әңгіме айтып отырсыздар да, действительно ол өте енді барлығымызға өте қатты жағып жатыр. Сондықтан да сіздердің жолдарыңызды бізге берсін, бақытты болыңыздар. Рахмет. Осы студияда алғаш рет қой, бұлай? Бұйырса. Осындай ешкім, сендер демеген. Ол білесің ба, Абзал, ол білесің ба не үшін екен? Өйткені сен әрқашан ортаға шыққан кезде бір майда шөте нәрселерді өйстіп үлкен қылып шығарып жіберетініңді, мына жердегі отқан кісілердің барлығы сол нәрсені шешу үшін ғана саған солай ауыр сөйлейтін болатын. Мынандай нәрсе айта кетейінші, екеулердің араларында бір болмайтын титтей нәрселерге ұрыс керістер болып жататын еді ғой. Соған байланысты мынандай бір күшті сөз бар да, бір үлкен қалай айтсам болады, ақсақал айтқан екен, мен үшін үй қымбат емес, жер сілкінсе құлап кетеді дейді. Мен үшін ақша қымбат емес, бір сіріңке жақсаң өртеніп кетеді дейді. Мен үшін өмір қымбат емес, ажалын кесі алып кетеді дейді. Мен үшін көңіл қымбат, бір титтей болмайшы сөзге суып кетеді дейді. Сондықтан сендер бір-біріңе әрқашаны жақсы сөздер айтып, көңілдеріңді жылытып, солай күшті махаббат болып жүре беріңдерші, кәдімгідей сүйсініп отырып мына жақта. Асылбек? Негізі Диана ханым актер сияқты айтып шығып кетсем бола ма? Күшті сөз айтты. Негізі Диана ханым бәріміз қуанып отырмық қой. Негізі осы сәтті Ақбота көріп, одан қатты қуанып отқан сияқты деген ойда отырмын да. Негізі Ақбота ғой негізі көп күткен, қашан үйленесіңдер, қашан тойларың болады деген сияқты. Енді бұйырса бір 15 күндей қалған екен есептеуім бойынша. Енді бұйырса Алла қаласа ақпанның 11-і әдемі сырға сарып, артынан жақсы үлкен сәтті күшті күндерің көп бола берсін. Жоқ, былай ғой негізі, мен Диана ханым анық толығынан түсіндіріп кете салайын. Ол 15 күндей қалды деп бәрі той деп отыр ғой. Ол ондай емес. Әлі біз қазір кешке жақын барып мамасымен сөйлесеміз. Өйткені ол кісінің анасы өмірден өткенде 40 осы жақында ғана өтті. Мысалға Сараның туған әжесі ғой. Бір примерно оның жүзі өтпейді, ешқандай той болмайды ғой, ешқандай әулетте. Сол жағы да бар да, сәл оның жағында қарастырып қою керек. Біз әлі кешке барып сөйлесеміз. Менің анам сол примерно 11-іне дайын болып тұрды, ал бұл кісінің анасы білмей қалды да, ол қашан екен. Бұлай жаңа жарнамада сөйлесе барысында айтып жатыр да, Сара да айтып жатыр, мамасы соған ол болмайды деп жатыр да, ол любой әулетте ол әлі топырағы кеппей ешқандай той болмайды ғой негізі. Соны күтуде біз енді сол мақсатта енді жай ғана сырға салып қою ғой бұл жерде. Ары қарай той, оған бір қатты бір где-то мартта ма болады ма? Жүзі? Бір марттың ішінде болады да оның несі, жүз күндігі. Соны өткізіп барып болатын нәрселер ғой. Асылбек, сен 15 күн дегеніңе уже айтып атқаным ғой негізі. Енді бұйырса сырғасын тағып қояйық та, ал той жағын ақылдаса келе бұйырса бір наурызда жылыған кезде сондай бір жатармыз. Несі болмаса, ол өйткені бізде айтпасақ айтады ғой адамдар. Неге енді бұлар ұшын бастап алып, неге артқа шегініп жатыр деген ой болмасын. Біз қазір болса қазір бізге салса, қазір де үйленіп кететін едік. Негізі сол да бізді ұстап тұрған жалпы. Жоқ, Абзал, қазақ айтады ғой, жақсы сөз жарым ырыс дейді. Бізге қуаныштан Құдайдың бір аузымызға салған сөздері шығар. Біз шыны керек өте қатты қуаныштан айтып жатырмыз да. Баяғыда бір үлкен атам мен апа шай ішіп отыр дейді үйінде. Сөйтсе атам апамның басынан қасықпен бір қойған ғой. Сөйтсе апам айтыпты, қартайып алжың дедің бе, не болды саған деп. Сөйтсе атам айтқан ғой, жас кезінде артыңнан жүгірген месіме түссе жыным келеді деп. Сол сияқты екеуің бір жастықта қартайып ата мен апа болыңдар деген біздің шын тілегіміз ғана болды.
Иә, үлкен рахмет. Иә, бәрін дұрыс айтып жатсыңдар. Барлықтарының тілектеріне рахмет. Енді біз қазір үйленіп осы жерден кетіп қалып жатқан жоқпыз ғой. Әлі осындамыз әлі талай. Әлі тиісіп те үлгереміз. Жоқ, пікір таласамыз деп отқаным ғой. Пікірде таластырып үлгереміз. Енді құрметті көрермен, бүгінгі күннің ең маңызды жаңалығы осы. Әлеуметтік желіде барлығы бір ауыздан сіздер үшін қуанып жатыр, тойлап жатыр ол жақта да. Сондықтан осындай қуанышпен бірінші кезекте өздеріңізбен бөліспесек, кімге айтамыз, кімге жар етіп жария саламыз. Сондықтан біз үшін қуаныңыздар, осындай кереметтей махаббат үшін, Абзал мен Сара үшін қуанып жүрсеңіздер болады. Рахмет үлкен осындай сүйінші үшін жарасаңыздар болады.